Ассалаумағалейкум достар, біздерде 3 комнаталы 6 сотықлы толық бітпеген жер жай сатылуға қойылмақта. Біздер Тахияташ районы Өскін ауылы, яғни Шымбай көшесіндеміз. Таза жай, міне пақса жай екен, міне сыбалған, жақында сөйтіп көтерген, потолоклары беккем ағашлардан бастырылған. Бұл жақта перегородка бар, міне фундамент бар, бұны өріп бір комната қылсаңыз болады. Кірген жерді детский. Бұл жақта кухня бар екен, туырда холл. Көрсетеміз міне потолоклары. Бұл жақта болса кішігірім бір заллары бар міне. Айналарын жолып қойыпты әзіргі уақытта міне. Зор етіп істетіп қойған екен. Пақса жай міне. Тахияташ районы. Өскін ауылда жайласқан ағашлар, майда шүйден материалдар барлығын тастап кетеді. Срочно ақша керек болып сатып жатыр. 155 миллион қатып қалған бақай емес. Өскін ауыл, яғни Шымбай көшесінде жайласқан. Темір жолдың бойы міне, темір жол. Көріп тұрсыз, таза елат, табиғаты зор жерлер. Келеміз 155 миллионға 3 комнаталы пақса жайды көреміз. Міне фундаментті көріп тұрсыз. Бек кеметіп салынған. Бұл жақта топырақлар бар міне. Бұларды тегіслеп жерлерін зор етіп алсаңыз болады. Келеміз Өскін ауыл Тахияташтан. Жай іздеп жүрген жора жолдастарға осы видеоны жіберіп қойсаңыз болады. Тоғын тартып қойыпты міне. Газын тартып аласыз, интернет барлығы үйдің алдынан өткен. Сүйегі беккем, 6 сотықлы 3 комнаталы жайды көрсеңіз болады. Қоңыз қобалар барлығы көшіп келген міне. Көшеге ертең жақында асфальт түседі деп жатыр міне. Офен бюджетте ұтқан екен көшеміз. Жақында асфальттанады деп жатыр міне көшеміз. Угловойда жайласқан 155 миллион қатып қалған бақай емес. Тахияташ, Өскін ауыл, Шымбай көшесі, яғни конечно бұл жақта темір жолдың түбінде жайласқан. 6 сотықлы 3 комнаталы пақса жай. Тоғы тартылған. Газын тартып аласыз, мен өтіп тұрды, интернет барлығы өтіп тұр. Келеміз мектеп бақша барлығы түбінде жайласқан. Өскін ауылды білмейтін адамның өзі болмаса керек. Өскін ауыл угловойда жайласқан. Осы жайды көреміз, саудаласамыз. 155 миллион қатып қалған бақай емес. Келе береміз, саудаласамыз. Маклер Қарақалпақстан каналы тек қана сіздің қызметіңізде, біздерді көруде. Давам етің.